Мәскеудің барып анау жиындарында сөйлейді, бұл Қазақстан бола алмайды. Қазақстанның Ресейдің қойнына кірмесе өледі, қырылады деп. Қашанғы мінекей 8 жылдың ішінде. Орындар, айдың аяғы, ақша өздеріңе. Ертең рахаттан тұрып аласыңдар, шықылдатып тұрып 20 мың теңгеліктен. Бізден әрекетті күтеді Аллах Тағала. Сәл бір әрекет жасасаң, болмайтын нәрсені де болдыртып береді саған. Жатып алай бола берсін емес. Тұр, шық. Ой, қойшысың. Сөйлге барып келгеннен сонша ақша түсет дейсің ба? Сен барсай алдымен. Істесей сәл, қимылдасай Алла ғой беретін. Сен өз математикаңмен есептеме. Сенің қанша тауып атқаның, қанша айлық алып атқаның бәрі адамға қызық. Бірақ қандай еңбек етіп атқаның, қанша тер төгіп атқаның ешкімге қызық емес та. Менің достарым келетті, олар ішеді. Олармен отырмасам, как будто бір менсінбегендей болады дейді да. Олар егер шынымен сенің досың болатын болса, сені құрметің үшін ішмеу керек. Дұрыс па? Неге біз ол бір нас бір алкаш үшін, оның алдында отырып